Қостанайда 3, Астанада 4 бірдей бүлдіршін мерт болды. Кім кінәлі? Жалғыз баста бір ананың баласы ғой, енді өзі доставкамен жұмыс істейді деп естіп жатырмыз. Орыс оппозициясы Берлинде соғысқа қарсы шеру өткізді. Кремльге бұл әсер ете ме? За свободу России русских людей от диктаторского режима Путина. ақш Украинаға Ресей жерін атуға рұқсат бергені хабарланды. Майданда ахуал өзгере ме? Армысыз Азат Ньюс көрермені, назарыңызға аптаның алғашқы күніндегі шетел мен елдегі жаңалықтардың маңыздыларын ұсынамыз. Ақпарат бізден, қолдау сізден болсын. Хабарымызға пікір жазып, бөліс отырыңыздар. Қазақстандық баспасөз құралдары бір тәулікте 7 бала қаза тапқанын жазды. Бізге белгілісі 4 бала өрттен, 3-еуі ыс тиіп мерт болған. Ретмен айтайық. 17 қарашада Қостанай облысында 4 адам газдан уланып қаза болды. Бұл туралы жергілікті Тобыл инфо сайты хабарлады. Басылымның ақпаратынша 8, 3, 2 жасар 3 бала және олардың 67 жастағы атасы опат болған. Қайғылы оқиға 17 қараша күні түскі 1 шамасында Амангелді ауданы Таста ауылдық округіндегі Қарынсалды ауылында болған. Балалардың әкесі мен анасы және олардың 4 жасар тағы бір ұлы Арқалық қаласындағы ауруханаға жатқызылған. Тобыл инфо мәліметінше отбасының табысы аз, әлеуметтік жағдайы төмен топқа жатады және балалардың әкесі жергілікті мектепте өрт сөндіруші болып жұмыс істеген. Астанада да жеке үйде өрт шығып 4 бала қаза тапты. Марқұм балақайлардың кішкентайы 2-де, үлкені 13 жаста болған. Қайғылы жағдай қалай болды? Оқиға орнына әріптесім Мәншік Асаутай барып қайтты. Мән-жайды өзінен білейік. Астананың негізінен жер үйлері орналасқан шағын аудан Көктал. Осы жерде жексенбі күні таңда өрт болып, 4 кішкентай бүлдіршін ажал құшқан еді. Оқиға міне осы жерде болған. Менің артымдағы мына үй 2 иесі бар. Мына үйдің арғы бетіндегі үйдің отбасы дінаман, бергі бетіндегі де дінаман. Ал қайтыс болған отбасы мына бергі үйдің иелерінен мына үйді жалға алып, осы жерде тұрып келген. Өрт таңғы 8 шамасында болған. Алдын ала мәлімет бойынша ол сәтте 4 бала ұйықтап жатқан. Үлкені 13, кенжесі 2 жаста болған. Өрттің күшті болғаны соншалық жапсарлас орналасқан үйдің де, яғни 3 баспананың да шатыры жанып кеткен. Көрші үйдің адамдары өрт сөндірушілер келгенде ғана оянғанын айтады. Бізден таңертең пожарныйдың сигнал даусынан ояндық. Ұйықтап жатқанбыз, қызым екеуміз бір спальняда ұйықтап жатқанбыз, осы 2-ші этажда. Сонымен таңертең қызым айттым, мен тез киініп жаттым да, қызыма сен терезеден қара, неге дауыс келіп жатыр дедім. Мама далада аппақ ақ боран болып жатыр деді қызым. Сосын ойладым, ақ түтін қай үйден шығып жатыр екен дедім. Сонымен сендер тез киініңдер де, мен астына далаға шығып көрейін дедім. Сөйтіп далаға шықтым. Шықсам, мына біздің есіктен уже түтін кіріп жатыр екен біздің үйге. Шықсам, оны қызыл оттың дауысы қатты гүрілдеген дауыстан қатты шошынып кеттім. Қарасам, мына уже крыша жанып жатыр екен. Бұл отбасы қазір таныстарының үйін паналап отыр. Тездетіп шатырымызды ретке келтірсек, үйімізге қайта кірсек дейді. Сөздерінше, көршісі жалға беріп келген уақытша баспанада 4 баласымен бірге жалғыз басты әйел тұрған. Жалғыз баста бір ананың баласы ғой, енді өзі доставкамен жұмыс істейді деп естіп жатырмыз. Сол сағат 7 көлемінде ма, сол балаларына сендер қазір мен 1 сағатқа доставкамды жеткізіп келем, сендер есік жауып отыра беріңдер деп қалдырған. 13 жасар баласы есігін жауып алған, сонымен ұйықтап қалған ғой. Сонда баласына жаңағы үйдің хозяйны звондаған, где дети деп, балалар үйде деген, сонымен мамасы жетем дегенше уже поздно. Мамасын кіргізбей қойған. Өртке сонда не себеп болды? Енді жаңағы бір тоқпа бірдеңе қосылған деп тұр ғой. Дегенмен өрттің нақты неден шыққан әзірге белгісіз. Төтенше жағдай қызметінің хабарлауынша, оқиғаға байланысты өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бабы бойынша іс қозғалып, тергеу басталған. Мәншік Асаутай, Дидар Елеуов, Азаттық. 17 қарашада Ақмола облысында тағы бір жарылыс болып 3 адам қаза тапты. Оқиға Қорғалжын ауданы Сабылында ауылындағы бұрынғы мешітте болған. Ақпаратқа қарағанда ғимаратта ас беріліп жатқанда газ жарылған. Зардап шеккен 16 адам қалалық ауруханада жатыр. Марқұмдардың 2-еуі ересек, 1-еуі бала.
Қазақстанда қыс түскенде өрт жиілейді. Кейінгі жылдары уақытша баспаналарда болған өрттен ондаған бала мерт болды. Құзырлы органдар мұндай қайғылы жағдайға бүлдіршіндердің ата-анасы жұмыста болып қараусыз қалуы, өрт қауіпсіздігін сақтамауы себеп дейді. Кейінгі жылдары болған осындай оқиғалардың бірнешесін еске түсірейік. 2019 жылғы ақпанда Астананың Көктембір ауылында жер үй өртеніп, бір отбасының 5 бірдей қызы қаза болды. Бұл оқиға елде көп балалы аналар наразылығын туғызды. Олар үкіметтен баспана мәселесін шешіп, әлеуметтік қолдауды күшейтуді, жеңілдік қарастыруды талап етті. Ал билік талаптарды ішінара орындады. Ал 2021 жыл ақпанда Жамбыл облысындағы Жаңатас қаласында көп қабатты үйдің пәтерінен өрт шығып, 5 бала қайтыс болды. Төтенше жағдайлар министрлігі өрт сіріңкеден тұтануы мүмкін деді. Кейіннен ақпаратты марқұм бүлдіршіндердің туыстары да растады. Арада бір жыл өткенде 2022 жылғы желтоқсанда тағы да Жамбыл облысында, бұл жолы Шу қаласында тұрғын үйлердің біріндегі өрттен кәмелет жасына толмаған 2 бала қаза тапты. Полиция өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзылғанын хабарлады. 2023 жылы ақпанда Алматы облысы Кепебұлақ ауылында бір үй өртеніп, 39 жастағы ер адам 2 баласымен бірге қаза болды. Былтыр қазан айында Аягөз қаласында жеке үйлердің бір өртеніп, 4 бала қайтыс болған. Биыл ақпанда Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында да өрттен 4 бала қаза болды. Мұнда да өрттің пештен шыққаны айтылған. Биыл қазанда Қостанай облысының Жітіқара қаласында да үй өртеніп, 5 бала қайтыс болған. Мұндай оқиғаларда ата-ана балаларды үйде қалдырып, екеуі де жұмысқа шығуға мәжбүр болған туралы деректер шығады. Тұрмыстың қиындығы мен отбасы қауіпсіздігі, ата-ана жауапкершілігі қатар айтылады. Жер үйлерде не оған жапсарласа салынған уақытша тұрғын жайларда өртке төтенше жағдай қызметкерлері көп жағдайда қарапайым өрттен сақтану ережелері сақталмаған деген қорытынды шығарады. ақш президенті Джо Байден президенттік қызмет аяқталуға жақындаған тұста Украинаға Ресейді америкалық зымыранмен атқылауға рұқсат берді. Яғни бұған дейін өзі қойған шектеудің күшін жойды. Бұл жөнінде 17 қарашада дерек көздеріне сілтеп Нью-Йорк Таймс газеті жазды. Үзінді оқиын. Байден мырзаның шешімі ақш саясатындағы үлкен өзгеріс. Бұл шешім Украинаға қолдауды шектейтінін айтқан Дональд Трамп президенттікке келуге 2 ай қалғанда қабылданып отыр. Таңдау жасарда Байден мырзаның кеңесшілерінің пікірі екіге жарылды. Шенеуніктердің айтуынша украиналықтарға тактикалық зымыран жүйесі, яғни атакмс деп аталатын ұзақ қашықтыққа ұшатын зымырандарды пайдалануға рұқсат ету Ресейдің Солтүстік Корея әскерлерін кіргізген тосын шешіміне берілген жауап. Бұл ақпаратты іле-шала басқа басылымдарда растады. CNN, BBC, CBS арналарда Ақ үйдегі дерек көздеріне сілтеп, Байденнің осындай шешім шығарғанын айтты. Вашингтон Пост газеті де Байденнің мұндай қадамға Ресейдің соғысқа Солтүстік Кореядан әскер алдыруы себеп болғанын жазды. Бір шенеуніктің айтуынша, бұл Пхеньян тағы әскер жібермеу үшін жасалған қадам. Оның сөзіне қарағанда, Солтүстік Кореяның көшбасшысы Ким Чен Ын әскер жіберу қымбатқа түсетінін, шешімі қате болғанын түсінуі керек. Байденнің өзі қазір Бразилияда үлкен 20-лықтың саммитінде жүр. Тараған ақпаратқа қатысты Ақ үй әзірге реакция танытқан жоқ. Ресми Киевте мұндай ақпаратты әзірге растаған жоқ. Бірақ Украина президенті Владимир Зеленский бұқаралық ақпарат құралдарындағы жаңалыққа қатысты шектеуді алғаннан гөрі соққы жасайтын зымырандардың соңы маңызды болмақ деп айтты. Бүгін көптеген медиа бізді рұқсат алды деп жазып жатыр. Бірақ соққыны сөзбен жасамайды. Мұндай нәрсе хабарлап айтылмайды. Зымырандар бар болса, өзі ақ белгілі болады. Тараған жаңалыққа қатысты Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков пікір білдірді. Ол бұған дейін президент Владимир Путин егер Украинаға Ресей жерін атуға рұқсат берсе, онда НАТО мен ақш-тың соғысқа тікелей араласқаны болмақ деген сөзін қайра еске салды. Егер мұндай шешім шынымен мақұлданып, Киев режиміне хабарланған болса, онда бұл жағдай шиеленіскенін және ақш-тың қақтығысқа араласқанын көрсететін жаңа бір факт екенін білдіреді. Ақ үйдің шешімі майдан шебіндегі жалпы ахуалды өзгертуі екіталай дейді америкалық отставкадағы дипломат. Бұрын мемлекеттік департаменттің Ресей бойынша басқармасын басқарған Ян Келли бұл өзгеріс Украинаға Ресеймен арадағы ықтимал келіссөзде ыңғайлы позиция ұстануына жол ашады деп топшылайды. Ал саяси шешімнің қабылдануына Ресейдің соғыс аумағына Солтүстік Кореяның құрлық әскерін топтастыруы әсер етті дейді. Дипломаттың Reuters агенттігіне берген комментарийін назарларыңызға ұсынамын.
Бұл ақштың ресейліктерге Украинаны қолдауды жалғастыра беретінін, одан бас тартпайтынын көрсететін ескертуі деп ойлаймын. Конгрестің екі палатасында басымдыққа ие болған республикашылдар бұл шектеуді алып тастауды талайдан бері айтып келеді. Демократтардың әкімшілігі республикашылдардың сұрағанын орындады. Сол себепті мұны біз Украинаны қолдауды тоқтатпаймыз деген белгі деп санаймын. Путин ақшта жасалған қару-жарақты қолдануға байланысты оны өте ауыр қабылданатын, тіпті қабылдауға келмейтін әрекет ретінде өз есебінде қандай да бір қызыл сызық сызып қойды. Бірақ Путиннің Құрама Штаттармен тікелей текетіреске барғысы келеді деп ойламаймын. Егер НАТОның шығыстағы майдан шебіне жақын мүшелері Балтық елдері Польша туралы айтсақ, оларда біраздан бері бұл шешімді құп алатынын айтып соған үндеп келе жатыр. Шетелдік әскер, Солтүстік Корея жауынгерлерінің соғыс аумағына кіруі қандай да бір реакцияны қажет етті. Байденнің бұл шешімді Азия Тынық мұхиты экономикалық кеңесінің отырысы қарсаңында қабылдауы мән беруге тұрарлық. Себебі оңтүстік кореялықтар мен жапониялықтар мұны мұқият бақылап, Солтүстік Корея әскер жіберіп, тәжірибеден өтіп, баллистикалық зымырандар үшін ойын ережесін өзгертетін технологияға қол жеткізсе, оның арты үлкен қатерге ұласуы мүмкін деп отыр. Бұл жапондарға, әсіресе оңтүстік кореялықтарға шынымен қауіп төндірмек. Украиналық әскери сарапшы, Украина қауіпсіздік және ынтымақтастық орталығының директоры Сергей Кузан ақш президентінің бұл шешімін айтарлықтай көмек деп есептейді. Ол көп ұзамай Франция мен Ұлыбританиядан да сондай жаңалық естиміз деп үміттенеді. Це не є геймченджер, але Бұл ойын ережесін өзгертпейді, бірақ біздің қорғаныс қабілетімізді арттырады. Тіпті 100% арттырады десем де болады. Алайда қарсыз шабуылға шығу туралы айту ерте, өйткені қарымта шабуылға шығу үшін басқа нәрселер керек. Ол өте күрделі жоспарды қажет етеді. Жаяу әскер, бронетехника бәрін біріктіру қажет. Тұтастай болмаса да Ресейдің Курск облысына атуға ғана шектеп рұқсат берудің өзі біздің қазіргі жағдайымызға аса маңызды. Биыл 2024 жылдың өзінде орыстар өз аумағында бізден 500 шақырым жерге өзінің әскерін топтастырып қанымдап алды. Әңгіме кемі 200 нысан туралы болып отыр. Одан да көп болуы мүмкін. Біз осы нысандарды көздеп құртуымыз керек. Әрине, біз франциялық және ұлыбританиялық зымырандарды да атуға рұқсат береді деп үміттенеміз. Мұнда бір нәрсені ескеру керек. Атакамыз баллистикалық зымыран. Ал Storm Shadow мен Scalp қанатты зымырандар. Қалай дегенмен де зымыранның аты зымыран. Оның жойғыш қуаты күшті. Сондықтан ол баллистикалық па, қанатты зымыран ба аса маңызды емес. Атакмс Украина тарапы соғыс басталғалы ақштан сұрап келе жатқан зымыран. Алғаш рет оны Украина жағы майданда өткен жылы қазан айында қолданғаны хабарланған. Бірақ Ресей аумағына атқаны туралы ақпарат жоқ. Бұл зымыранның атауы ағылшын тіліндегі сөздердің бас әріптерінен қысқартылған. Аударғанда армияға арналған тактикалық зымыран жүйесі деуге болады. Ұзындығы 4 метр, салмағы 1,5 тонна болатын Атакмс зымыранның франциялық Scalp, ұлыбританиялық Storm Shadow немесе германиялық Taurus зымырандардан айырмашылығы оны ұшақпен ғана емес, жерде HIMARS қондырғыларынан да атуға болады. Ресми ақпаратқа қарағанда бұл зымыран 300 шақырым жерге дейін ұша алады. 17 қарашада Ресей оппозициясының өкілдері Берлинде марш өткізіп, Ресей әскерінің Украина аумағынан шығуын, президент Владимир Путинді қылмыскер ретінде жауапқа тартуды және елдегі барлық саяси тұтқынды босатуды талап етті. Кейбір дерек бойынша шеруге 2000-дай адам қатысқан. Шеруді Илья Яшин, Владимир Кара-мырза мен биыл ақпанда Ресей түрмесінде қаза тапқан оппозиционер Алексей Навальныйдың жесірі Юлия Навальный ұйымдастырған. Шерушілер Путин жоқ, соғыс жоқ, Путинге қарсымыз, Путинді сотқа деп ұрандатып, Генриетта Герц саябағынан Берлиндегі Ресей елшілігіне дейін жүріп өтті. Елшілікке жақын жерде сөйлеген Илья Яшин, қазір Ресей аумағында наразылық өткізуге мүмкіндік жоқ екен, бірақ бейбіт, еркін және өркениетті Ресейдің бар екенін әлі де көрсете аламыз деді. Ал Юлия Навальная шерудің мақсаты Ресей президентіне соғысқа қарсы адамдардың барын көрсету деді. Шеруді қолдап келгендердің көбі соғысқа қарсы ресейліктердің барын әлемге көрсеткіміз келеді дейді. Люди здесь демонстрируют против Путина. Адамдар мына жерде Путинге қарсы ұрандатып жатыр. Путиннің диктаторлық жүйесіне қарсы жұрт соғыстың тезірек аяқталғанын
Ресейдің еркін өмір сүргенін қалайды. Режима Путина. Соғысқа қарсы қолымнан ештеңе келмейді. Ондай мүмкіндігім де жоқ. Бірақ бүгін осы көшелермен жүріп өтіп, Ресейде қалған туыстарым мен достарымның үнін естірткім келді. Соғысқа қарсы оны жақтамайтын орыс көп екенін және оны ашық айта алатын адамдардың да бар екенін көрсетуді мақсат еттім. Соғысты тоқтата алмаймыз, бірақ соғысқа қарсы адам көп екенін дәлелдеуге келдім. Европаның ортасында отырып, адамдар бекер қырылмау керек. Соғысқа қарсы орыс аз емес. Мен Ресей азаматымын және соғысқа қарсымын. Азаттық журналистерінің бүгінгі айтар жаңалық осындай болды. Азат Ньюсте қамтылмаған өзге тақырыпты сайтымыздан, желідегі парақтарымыздан көре аласыздар. Пікір жазып, лайк басып, бізді қолдай жүрсеңіздер қуанып қаламыз. Азат Ньюсті күнделікті көру үшін арнамызға жазылып қойыңыздар. Ертең қайта жүздескенше.